Сәлем достар, бүгін тез әрі оңай жасалынатын, әрі тәп-тәтті болып шығатын пицца жасайтын боламыз. Қамыр өте жұмсақ болып шығады. Дайындап көруге кеңес беремін. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды, тұзымызды, құрғақ ашытқымызды, қантымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Кейін сұйық майымызды қосып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Және де електен өтілген ұнымызды жаймендеп қосып, күрекшенің көмегімен араластырамыз. Кейін қамырымызды қолмен елейтін боламыз. Жаймендеп ұнды қоса отырып, тым қатты, өте жұмсақ емес қамырды елеп шығамыз. Кейін дайын болған қамырымызды 10 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. 10 минут өткеннен кейін қамырымызды екі бөлікке бөліп аламыз. Кейін қамырды оқтаудың көмегімен дөңгелек етіп жаямыз. Қамырды өте жұқа қылып жайсаңыздар да қамырларыңыз қатпайды, өте жұмсақ болып шығады. Жабыспаш үшін пергамент қағазын төсейміз, видеодағыдай шетін өретін боламыз. Ыдысымызға майонез салып, кетчуп қосып, жақсылап араластырып, сос дайындайтын боламыз. Қамырымыз көтеріліп кетпес үшін шаншқымен видеодағыдай жасайтын боламыз. Және де соусымызды біртіндеп қосып отырып, араластырып үстіне жағамыз. Салмасын өз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Мен салмасына алдын ала туралған дөңгелек етіліп кесілген қызанағымызды колбасамызды салып 80 градуста 10-15 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің пиццамыз пісіп шықты. Піскен пиццамыздың үстіне ірімшігімізді қосатын боламыз. Тағы да 2-3 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің пиццамыз дайын. Пиццамыздың қамыры өте жұмсақ. Өздеріңіз көріп тұрғандай дайындап көруге кеңес беремін.